Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы аптада Ақтөбеге іс-сапармен барды. Ол бірнеше әлеуметтік нысанды аралап, жергілікті халықпен кездесіп, тіпті өзінің спорттық қабілетін көрсетті. Ғылым және жоғары білім министрлігі 3200 студентті сотқа берген. Олардың барлығы серпін жобасы бойынша білім алған студенттер. Еліміздің 64 педагогы 220 миллион 800 мың теңге сыйақы алды. Осылайша олар өз саласының үздіктері атанды. Халықаралық білім сапасын тексеретін рейтингте Қазақстан алдыңғы шепте. Жақында PISA рейтингісінің нәтижесі шықты. Ресейде 14 жастағы қыз бала сыныптастарына оқ атты. Қылмыс мектеп қабырғасында орын алды. 6 желтоқсанда президент Тоқаев Ақтөбеге жұмыс сапарымен барды. Сапар аясында президент облыстың экономикалық даму барысымен және жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалармен танысты. Мемлекет басшысының жұмыс сапары спорт кешенінің жұмысымен танысудан басталды. Ол спортшылармен кездесіп, футболға қолдау көрсетілетініне тоқталып, аталған спорт түрінің болашағына сеніммен қарайтынын жеткізді. Бұдан бөлек президент облыс әкіміне Ақтөбенің басты проблемаларының бірі экология мәселесін тез арада шешуді тапсырды. Сөйтіп жергілікті кәсіпкерлермен де кездесіп, одан әрі өңірдегі бірқатар әлеуметтік мәдени нысандарды аралап көрді. Сапар аясында президент жас спортшымен үстел теннисін ойнап, ракеткаға жаңа жетістіктер тілеймін деп қолтаңба қалдырды. 2020 және 22 жылдар арасында серпін бағдарламасы бойынша оқу бітірген 8948 түлектің 3200 ғылым және жоғары білім министрлігі сотқа берген. Себебі олар өңірлерде 2 жыл еңбек өтілін өтеу міндеттемесін орындамаған. Бағдарлама аясында қолына дипломын алған әр үшінші түлектің осылайша сотқа тартылуының басты себебі жұмыс таппай, баспана мәселесін шеше алмай тығырыққа тірелуі. Сенат отырысында депутат Әлішер Сатыбалдиев премьер-министр Әлихан Смайыловқа серпін 2050 бағдарламасына байланысты депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша серпін бағдарламасына жастардың қызығушылығы төмендеуде. Тіпті министрлік 2 жылдың түлектерін сотқа беріп те үлгерген. Сәрсенбінің сәтінде 64 ұстаз үздік педагог атанып, әрқайсысы 3 миллион 450 мың теңге сыйақы алды. Оларға үздік педагог куәлігі мен үздік педагог төс белгісі де табысталды. Білім саласында бақ сынағандарды оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев марапаттады. Байқау ережесіне сәйкес жуырда жеңімпаздардың әрқайсысына 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай сыйақы да төленеді. Кейінгі мәлімет бойынша Қазақстанда 340 мыңнан астам педагог жұмыс істейді. Алайда биылғы республикалық байқауға қатысу үшін барлығы 961 ғана өтінім түскен. Айта кету керек, бұл байқау 2012 жылдан бері өткізіліп келеді. Бүгінгі таңға дейін аталған марапатты 624 ұстаз алған. Халықаралық білім сапасын қадағалайтын PISA жобасының нәтижелері жарияланды. Рейтингте Қазақстан математика және жаратылыстану пәндері бойынша үздік 50 елдің қатарына кірді. Жаратылыстану пәндерінен көрсеткіштер 26 балға артып, математика және оқу сауаттылығы бойынша алдыңғы нәтижелер сақталған. Жалпы 81 елдің ішінде Қазақстан математикадан 46 орында, оқу сауаттылығынан 61 орынды, жаратылыстану пәнінен 49 орынды иеленген. Ресейде 14 жастағы мектеп оқушысы биология сабағы барысында сыныптастарына оқ атты. Оның 4-еуі жараланып, 1-еуі қайтыс болды. Оқиға соңында мектепке қару әкелген оқушы қыз өз-өзіне қол жұмсады. 7 желтоқсанда Ресейдің Брянск қаласындағы мектептердің бірінде қайғылы оқиға орын алды. 8-ші сынып оқушысы өзінің сыныптастарына оқ атты. Қазіргі таңда 14 жастағы қыздың әкесін және мектеп директорының тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Қарулы шабуылдан жарақат алған 2 оқушы жедел түрде тікұшақпен Мәскеуге жеткізілген. Ал қылмыстың себебі әзірге белгісіз. Осымен апта жаңалығы тәмам. Қазақ Ньюс агенттігінің әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.